Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен керемет, оңай әрі тез жасалатын сметанник рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен ұнға бөлме температурасындағы сары майды қосып үгітемін. Қолмен тез және жақсы үгітіледі. Осылайша үгітіп қоямыз. Бұл сметанниктің песочный основасы болады. Осындай күйге шейін үгітсек жарайды. Енді осыған біз қантты қосамыз. Тұз, 1 жұмыртқа, және жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырып, қамырды илеймін. Басында қамыр қосылмай тұруы мүмкін, бірақ кейін бір-біріне жабысып, қамыр иленеді. Неке осындай бізде қамыр шықты, оны мен пленкамен жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамын. Әзірге біз сметанниктің сүзбесін дайындайтын боламыз. Ол үшін 20% қаймаққа қант, жұмыртқа және ванильді қантты қосамын. Барлығын венчикпен бір қалыпты күйге шейін жақсылап араластырамын. Осындай сүзбеміз дайын болды. Жарты сағат өтті, қамырды алып шығып, формаға қолмен жаятын боламын. Формаға мен пергамент қағазын төседім. Разъемный форманы алуға болады, ол тіптен ыңғайлы. Неге осылай біз қамырды жайдық. Енді осыған мен қаймақты құямын. Енді сметанникті 180 градусқа 35-40 минутқа пешке қоямын. Сметаннигіміз пісті. Піскен кезде оны міндетті түрде бөлме температурасында толықтай суыту қажет. Сол кезде ол толығымен дайын болады. Шамамен 2-3 сағаттай суиды. Сметаннигіміз дайын болды. Керемет, дәмді, жұмсақ болып шықты. Неке қараңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.